Жаратылыстың басталуы. 36 тарау. Едом деп те аталатын Есаудың үрім бұтағының шежіресі мынау. Есау Қанахан елінде жергілікті 3 қызға үйленді. Олардың аты жөндері мынау. Хеттік Илонның қызы Адах, Анахтың қызы Хефтік Сибеонның немересі Охолибама. Бұлардан кейін Есау тағы Смағұлдың қызы Набайоттың қарындасы Басематты да әйелдікке алды. Адах Есауға Елипазды, Басемат Рагуелді, әрі Охолибама, Егуш, Яғлом, Қорах есімді ұлдарды туып берді. Бұлар Есаудың Қанахан елінде дүниеге келген ұлдары. Есау әйелдерін, ұлдары мен қыздарын, үйіндегі барлық қызметшілерін, сонымен бірге бүкіл ірілі-ұсақты малдарын, Қанахан елінде тапқан барлық дүние мүлкін алып, інісі Жақыптан бөлектеніп, басқа бір елге қоныс аударды. Ағайынды адамдардың мал мүлкінің көптігі соншалықты, олардың бірігіп қоныстануына жағдай болмады. Олар жат жұрттық ретінде тұрып келген жер, оларды малдарының көптігінен асырай алмады. Осылайша Есау, яғни Едом, Сейірдің таулы жеріне қоныс тепті. Сейірдің таулы жерін мекендеген Едомдықтардың түп атасы Есаудың үрім бұтағының шежіресі мынау. Есаудың ұлдарының аттары, оның әйелі Адахтан Елипаз, ал әйелі Басематтан Рагуел дүниеге келді. Елипаздың ұлдары Теман, Омар, Сефо, Ғатам, Кеназ еді. Елипаздың канизәгі Тимна оған Амалек атты ұл туып берді. Бұлар Есаудың әйелі Адахтан тараған немерелері. Рагуелдің ұлдары Нахат, Зарах, Шаммах, Миза. Бұлар Есаудың әйелі Басематтан тараған немерелері. Есаудың кейінгі әйелі Охолибаманың оған сыйлаған ұлдарының аттары Егуш, Яғлом, Қорах. Охолибама Анахтың қызы, Сибеонның немересі еді. Есаудың ұрпақтарының ішіндегі рубасылар, оның тұңғыш ұлы Елипаздың ұлдары Теман, Омар, Сефо, Кеназ, Ғатам, Амалек. Едом елінде қоныстанған бұл рубасылар Елипаздың ұлдары Есаудың Адахтан тараған немерелері еді. Есаудың ұлы Рагуелдің ұлдары Нахат, Зарах, Шаммах, Миза. Рагуелден тараған осы рубасылар да Едом елін мекендеді. Олар Есаудың әйелі Басематтан тараған немерелері болатын. Есаудың әйелі Анах қызы Охолибаманың ұлдары Егуш, Яғлом және Қорах та кезінде рубасылар болды. Жоғарыда аталғандар Есаудың ұлдары әрі олардан тараған рубасылар. Есау Едом деп те аталады. Ал Хорлық Сейірдің сол елде тұрған ұлдары Лотан, Шобал, Сибеон, Анах, Дишон, Езер, Дишан. Бұлар Сейірдің ұлдары, әрі Едом жеріндегі хорлықтардың рубасылары болатын. Лотанның ұлдары Хори мен Хемам, ал Тимна Лотанның қарындасы болатын. Шобалдың ұлдары Албан, Манахат, Ебал, Шефо, Онам. Сибеонның ұлдары Аях пен Анах. Айдалада әкесінің есектерін бағып жүріп, ыстық су көздерін тапқан осы Анах болатын. Анахтың балалары ұлы Дишон, қызы Охолибама. Дишонның ұлдары Хемдан, Ешпан, Итран, Керан. Езердің ұлдары Билхан, Зағауан, Ақан. Дишанның ұлдары Ус пен Аран. Хорлықтардың рубасылары мыналар: Лотан, Шобал, Сибеон, Анах, Дишон, Езер, Дишан. Бұлар хорлықтардың Сейір жерін мекендеп, билейтін аймақтарына қарай бөлінген рубасылары болды. Израиль халқын билейтін патша шықпай тұрғанда, Едом жерінде билік құрған патшалар мыналар. Беғор ұлы Бела Едомға патшалық құрды. Тұрған қаласының аты Динхаба болатын. Бела дүние салғанда орнына Босорадағы Зарах ұлы Жобаб патша болды. Ол дүние салғанда орнына Тимандықтардың елінен келген Хушам патша болды. Хушам дүние салғанда Бедат ұлы Хадат патшалық құрды. Ол Моаб даласында Мадияндықтарды жеңіп шықты.
Хушамның тұрған қаласының аты Ауит болатын. Хадат дүние салғанда Масректен келген Самыла патшалық құрды. Самыла дүние салғанда Эфрат өзенінің бойында орналасқан Рехоботтан келген Саул патша болды. Саул дүние салғанда Ахбор ұлы Бағал Ханан патша болды. Ахбор ұлы Бағал Ханан дүние салғанда Хадар патшалық құрды. Оның тұрған қаласының аты Пау болатын. Әйелі Мехетабелдің шешесі Мадрет, ал нағашы әжесі Месахаб еді. Төмендегілер руларына, тұрған мекендеріне, өздеріне қойылған аттарына қарай бөлінген Есаудан тараған рубасылар Тимна, Алуа, Етет, Охолибама, Эла, Пинон, Кеназ, Теман, Мипсар, Магдиел, Ирам. Бұлар Едомнан шыққан, ата мекендеріне қарай бөлінген рубасылар. Едомдықтардың түп атасы Есаудың үрім бұтағы туралы деректер осылар.